Баршаңызға сәлем достар, денсаулық арнасына қош келдіңіздер. Магний ағзадағы 300-ден астам биохимиялық реакцияларға қажет. Магний бұлшықет және жүйке жүйелерінің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі, иммунитетті арттырады, жүректің тұрақты жұмыс істеуіне және сүйектердің, тістердің, тырнақ пен шаштардың беріктігін сақтауға ықпал етеді. Сонымен қатар ол қандағы глюкоза мөлшерін, энергия мен ақуыздың шығарылуын реттейді. Дегенмен осыған қарамастан, магний адамдардың көп мән бере бермейтін құнарлы заттар қатарына жатады. Бірақ магний адам ағзасындағы бірқатар функцияларға жауап беретіндіктен, оның жеткіліксіз болуы денсаулықта бірқатар қиындықтардың туындауына теріс ықпал етуі мүмкін. Магнийдің адам ағзасына пайдасын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Мазасыздық пен гипербелсенділік магний жетіспеуінің ең басты екі неврологиялық симптомдары. Бұл минерал мидағы жүйке жүйелерінің арасындағы қажетті байланысты орнату үшін керек. Сонымен қатар, магний ағзадағы жүйке жүйесінің дұрыс жұмысына жауап беретін маңызды фактор болып табылатын электролиттер деңгейінің тепе-теңдігін ұстап тұру үшін қажет. Күйзеліс. Бірінші симптомды ескерсек, магнийдің жетіспеушілігі күйзеліске де әкеп соқтыратынын болжау қиын емес. Күйзеліс әртүрлі себептердің салдарынан туындауы мүмкін күрделі ауру. Сол себептердің бірі ағзадағы құнарлы заттардың жетіспеуі мен дұрыс тамақтанбау болуы әбден мүмкін. Бұлшық еттің ауруы. Неврологиялық симптомдармен қатар, жүйке бұлшық ет симптомдары да пайда болуы мүмкін. Магнийдің жетіспеушілігі бұлшық еттің ауруына, тырысуына, сонымен қатар фибромиалгия сияқты басқа да проблемаларға әкеліп соқтыруы мүмкін. Магнийдің негізгі функцияларының бірі бұлшық етті босаңсыту болып табылады. Бұлшық еттің жиырылуына ықпалдасатын кальциймен бірігіп, бұлшық еттің дұрыс қызмет етуіндегі басты элементтің бірі болып саналады. Жүректің айнуы және құсу. Магнийдің жетіспеушілігі ас қорыту жолдары мен асқазан ішектің жұмысын нашарлатады. Сол себепті ішектің дұрыс жұмыс істемеуінен жүректің қатты айнуы мен құсуына дейінгі құбылыстар орын алуы мүмкін. Қан қысымының жоғарылауы. Көптеген зерттеулер жоғары қан қысымын магний мөлшерінің төмендігімен байланыстырады. Гипертониктерде құнарлы заттардың жетіспеушілігі жиі кездеседі. Әрине, қан қысымына басқа да көптеген физиологиялық функциялар әсер етуі мүмкін. Сол себепті нақты диагнозды анықтау үшін дәрігерге барған жөн. Ұйқысыздық. Магний жетіспеген кезде созылмалы ұйқысыздыққа шалдығуға болады. Бұл ғана емес, ұйқының бұзылуының басқа да түрлері кездесуі әбден мүмкін. Магний негізінен ұйықтау мен ояу жүру айналымдарын реттейді. Күш-қуаттың жетіспеуі. Магнийдің жетіспеушілігі денені мәжбүрлеп қозғалысқа келтіреді. Осы жағдай физикалық және психологиялық күйзеліске әкеп соқтыруы мүмкін. ақш-тың ауыл шаруашылық департаментінде жүргізілген бір зерттеуде магний мөлшері төмен қатысушылар магний мөлшері қалыпты деңгейдегілерге қарағанда оттегіні көбірек пайдаланған. Оттегіні қолдану деңгейінде адам денсаулығының тиімді көрсеткіші болып табылады. Сондай-ақ магнийдің мөлшері адамның төзімділігіне де өз әсерін тигізеді. Себебі магний мөлшері жүрек пен бұлшық еттің жан күйіне тікелей ықпал етеді. Бүгінде магнийдің тәуліктік мөлшерін алуға болатын көптеген тәсілдер бар. Олардың ішінде ең тиімдісі әрине дұрыс тамақтану болып табылады. Жеміс-жидектер, бұршақ қындылар, жаңғақтар, дәнді дақылдар, банан, кептірілген жемістер, авокадо, йогурт, қара шоколад, тағы сол сияқты магний мөлшері көп азық-түлікті пайдалана отырып, ағзамыз үшін аса маңызды осы бір минерал түрінің орнын толтыра алатынымыз сөзсіз. Достар, менің алда шығатын пайдалы видеоларымды жіберіп алмас үшін қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, қолдап кетулеріңізді сұраймын.